Сәлеметсіңдер ме, құрметті студенттер? Бүгін міне қазіргі заманның талабы, өзекті мәселе, рухани жаңғыру аясында іске асырылып жатқан латын әліпбиі сабағымыз. Бүгінгі шеберлік сабағымыз латын әліпбиі өркениет жолы деп аталады, балалар. Біз енді 2025 жылға дейін осы латын әліпбиін үйреніп бітірулерің керек. Слайдты қоя беріңіз. Бүгінгі шеберлік сабағымыздың мақсаты жалпы бірінші латын әліпбиінің тарихы, оған көшудің маңызы туралы мағлұмат беремін. Екінші, жаңа Қазақстандық патриотизм мен мұраттар жүйесін іске асыратын ұрпақ бойына құндылықтарды дарыту. Үшінші, латын әліпбиіндегі ерекшеліктер туралы алғашқы білім алатын боласыздар. Бүгінгі талқыланатын мәселеміз, талқыланатын сұрақтар: бірінші, латын жазуының тарихы, латын графикасына байланысты пікірлер және қолданылу деңгейі. Бірінші қарастыратын мәселеміз. Екінші қарастыратын мәселеміз латын әліпбиіне көшудің тиімді және пайдалы тұстары. Латын әліпбиіне көшудің тиімділіктері қандай? Латын әліпбиіне көшуде нені ұтамыз? Міне осы мәселе бойынша қарастырамыз. Екінші мәселеміз. Үшінші мәселеміз латын әліпбиін үйренудің жолдары. Қаншалықты қиындықтар туғызады, қаншалықты оңтайлы жолдары бар. Оған сіздердің қосатын пікірлеріңіз қандай? Міне осы жайлы өтетін боламыз. Сәлеметсіздер ме? Біз латын әліпби туралы шеберлік сабағымызды бастамас бұрын латын тілінің тарихы қай кезеңнен басталады білуіміз керек, балалар. Не себептен біз осы 21 ғасырда іске асыру мақсатын көздеп жатырмыз? Сол үшін біз тарихты білмейінше алға жылжи алмаймыз. Латын алфавиті көне және халықаралық алфавит болып есептелінеді. Біздің заманымызға дейінгі 8-7 ғасырларда пайда болған. Кеңес одағы кезінде түркі тілінде сөйлейтін халықтардың арасында шыққан көрнекті ғалым Нариманов араб алфавитінен жалпы түркі халықтарына ортақ латын жаңа алфавитке көшу туралы ұсыныс жасаған, балалар. Латын алфавиті 1928-1929 жылдары Қазақстанда қолданыла бастады. Сөйтіп жаңа алфавитке көшу жазба мәдениетімізде белгілі бір кезең болып қалыптасты. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады, балалар. Біздің заманымыздан бұрынғы 7 ғасырларда Римде грек және этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, біздің заманымыздың 1 ғасырында қалыптасты. Жазу оңнан немесе солдан оңға төмен жазылатын әртүрлі бағытта қолданылды. Латын әліпбиін қолданатын түріктектес мемлекеттер қай жылдан бастап қабылданды? Бізге міне 2025 жылда қолданысқа енеді деп жоспарланып отыр. Бірақ Түркияда 1928 жылы, Татарстанда 1990 жылы, Әзербайжанда 1991 жылы, Түркменстанда 1993 жылы, Өзбекстанда да 93 жылдары қолданысқа енген екен. Ал қазір әлемнің 21 елі, балалар, латын әліпбиін қолданып отыр. Сондықтан біз 25 жылға дейін сіздер осы әріпті меңгерулеріңіз қажет. Ал енді өзіміздің Қазақстанда осы латын әліпбиінің қолданылу деңгейі қандай? Сіздер тарих сабағынан да өттіңіздер, қазақ тіл сабағынан да өттіңіздер. Білетіндеріңіз бар ма? Бізде Қазақстанда бұрын латын әліпбиі қолданылды ма? Қолданылды бұрын соңында латын әліпбиі. Қай жылдар қолданылды? Қолданылды. Оны Ахмет Байтұрсынұлы төте жазу ретінде қолданған. Жақсы. Ең алғашында. Жақсы. Алғашқы мағлұматтарыңыз бар екен. Қазақстанда 1929 жылға дейін
араб әліпбиі. 1940 жылдар аралығында латын әліпбиі. 40 жылдан бастап кириллица. Латын әліпбиі. Мақсатымыз қандай? 25 жылдан бастап латын әліпбиіне көшу жоспарланып отыр. Әліпбиімен. Жалпы мына 20 ғасырдың басындағы газет журналдардың бәрі латын қарпі бойынша шығып отырды. Енді осы негізін салған және Бағлан айтып кетті, негізін салған ағартушы ғалым Ахмет Байтұрсынов деп. Ол кезде де көптеген пікірлер болды. Біреулер қажеті бар деді, біреулер қажеті жоқ деді. Осыған байланысты жаңағы 20 жылдан бастап жаңағы сол кезде шығатын газеттер, Айқап газеті, Қазақ газеті, Еңбекші қазақ, Қазақ жаршы, мектеп сияқты газеттерде әртүрлі пікірлер көрініс тауып отырды балалар. Ал Ахмет Байтұрсыновтың мына сөзін біз экранға қойдық. Не дейді? Оқимыз. Қандай сөз тұр балалар артымызда? Экранда қалай тұр? Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін. Дұрыс. Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін дейді. Ертеңгі болашақ үшін мен бәрін жасап кетуге тиіспін деген мағынаны білдіріп отыр. Жалпы міне латын әліпбиіне көшу рухани жаңғырудың бір тармағы. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2012 жылғы Қазақстан 2050 стратегиясында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керек деген мәлімдеме жасаса, 2017 жылғы 12 сәуірде болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында біріншіден қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыстарын бастауымыз керек. Бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттілігін терең түсініп, байыппен қарап қана келеміз және оған кірісуге тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық деген болатын. Ал енді латын әліпбиіне көшудің жоспарланған кестесіне қарап көрейік. Бірінші кезең 2018-2020 жылдар аралығы, екінші кезең 2021-2023 жылдар, үшінші кезең 2024-2025 жылдар аралығында жоспарланған. Ал енді мектептер қалай өтеді? Мектептер 2000 жылдары 0-1 сыныптар, 2021 2 сыныптар, 2022 жылы 3 сыныптарға дейін, 2023 жылы 4 сыныптарға дейін, 2024 жылы 9 сыныптарға дейін, 2025 жылы 10-11 сыныптар барлығы көшуге міндеттелген балалар. Сондықтан біз қазіргі жағдайда латын жайлы алғашқы керек 2021 жыл балалар. Ал латын әліпбиіне көшудің тиімділіктері қандай? Міне, қараңыздар, әлемдік жаһандану қатарына кіреді. Фонологиялық, лексикологиялық, терминологиялық жағынан дамуына кепіл болады дейді. Түркі халықтарына ортақ тіл, медицина саласының тілі, шетелдегі қандастарымызбен байланыс. Сонда латын әліпбиіне көшу үшін біз халықаралық дәрежеде болуымыз керек балалар. Енді сөздерді тап ойыны, барлықтарыңыз қатысыңыздар. Сөздерді тап ойыны. Бізге мына сөздеріңіз көрінбей жатыр. Қандай сөз, неше сөз шығаруға болады? Ал ойланыңыздар. Көрінбей жатыр, апай. Сізге көрінбей жатыр. Көрінбей жатыр ғой, апай. Қазір. Жатыр, апай. Көрінбей жатыр ма? Көрінбей жатыр. Енді Көрінді ме балалар? Жоқ, көрінбей жатыр. Başı слайд көрінбей жатыр ма? Жоқ. Көрінбей жатыр. Қазір қайтадан қосамын онда, иә? Аллар. Енді Көрінбейді. Көрінбейді ғой. Кішкентай линиясы шығып қалды. кішкентай болып көрініп отыр ма? Иә, кішкентай. Енді Иә, көрінбейді.
Көрінді, көрінді. Көрінді ме балалар? Көрінді мәлім. Көрінді. Көрінді. Көрінді ме? Көрінді атыл мәлім болды. Көрініп жатыр ма балалар? Қазақстан. Аха. Сағат деген сөз шығады. Қазақстан. Қазақстан тағы. Қандай сөз шығады? Сағат деген сөз шығады. Қазақ. Қазақ. иә. Қазақ. Тақ. Так, иә. Тақ. Тас. Ата. Қазақ. Қазан деген сөз шығады. Қазан. Дұрыс. Қазан деген сөз шығады. Қазақ. Қазақ деген сөз шығады. Қазақ деген сөз шықты. Ат. Ат деген сөз Ат шығады. деген сөз шығады балалар. Шыға ма ат? Зат. Сана деген сөз шығады. Ата деген сөз шығады. Ақ деген сөздер шығып жатыр. Сана сөз шығады. Ана сөзі шығады. Ана деген сөз шығады. Деген сөз шығады. Ата сөз шығады. Ата дейді. Аха. Қазан деген деген сөз. сөздер шығып жатыр. Қазан. Тана. Қатқа Иә, айтатын қазан, қазақ. Қазна. қазына дейді. Қазан деген сөз шығады. Ат деуге Сана сөзі жарайды шығады. балалар. Сосын сан сөз шығады. Тек бұдан көп сөз шығаруға болады. 20-30 сөз шығаруға болады мысалы. Сақ деуге болады, иә балалар? Ас деуге болады. Ат деуге болады. Тақ деуге болады. Азат. Аса деуге болады. Сағат деуге болады. Сағат. Сағат деуге болады. Қ әрпі бар ма балалар? Сағат деген болмайды енді. Қ әрпі жоқ. Тек қана Қазақстан деген сөздің негізінде осыда қандай әріптерді көп сөз шығаруымызға болады балалар. Жақсы. Келесіге көшейік. Жалпы латын әліпбиі, үшінші мәселеміз жайлы, жалпы латын әліпбиі жайлы алғашқы мағлұмат беру. Латын әліпбиінде барлығы 32 әріп бар. Енді келесін. Мына сөзді оқыңыздар. Мына өлеңді кім оқиды? Келесі. Өлеңді оқыңыз дейді. Сағат, зат. Ойлама, аройла, талап бұл артық білуге, артық білім кітапта ерікті оқып көруге. Жақсы, жарайсың. Рәмил оқыдың ба? Қайда ойлама, ар ойла, талап қыл, артық білім кітапта ерікті оқып көруге. Кімнің сөзі балалар? Абай. Биыл Абай Құнанбаевтың 175 жылы. Енді келесі мәселе. Жалпы мына қазақ латын әліпбиіндегі бір ерекше дыбыстарды мен айта кеткім келіп отыр. Дигрыппен берілген екі әріп дейді. Ш әрпі балалар, Ш әрпі. Сосын Шықпай жатыр. бір әріппен Шана. екеуінде қандай әріппен таңбалайды екенбіз? Шана чемпион. Екі әріп арқылы бір таңбаны біле алады екенбіз. Оқимыз. Қандай сөз? Мысалы, Шана. Чемпион. Чемпион. чемпион жарайсыңдар. Екі әріп арқылы бір таңбаны ғана көрсетеді екенбіз. Келесі. Енді бір таңбамен берілген екі әріп. Хатқа келетін х бар. Хахарма Айдахар. Хат. Айдахар. Хан. Жарайсыңдар, уже Саяхат. Бәрін біледі екенсіңдер. Олар чемпион. деп оқып жатыр, иә. Гаухар, рух, айдахар, Айдахар. халықаралық, Саяхат. Олар рух, алдияр, хат, халықаралық, саябақ. жақсы естіп отырмыз. Белсенді қатысып отырсыңдар, жарайсыңдар балалар. Саяхат. Енді келесі латын әліпбиінде мына әріптер Айдахар, хат, Айна. қаралық, болмайды екен балалар. бұл әріптер. Болмайтын әріптер. Әсіресе
Орыс тілінен енген дыбыстар. Ю әрпі, И әрпі, Ц, Ю. Ш әрпі. Болмайды. Бірақ біз осыны латын әліпбиінде қандай әріптерді орнына қолдануымыз керек? Міне осы жайды айтып кетейін. Латын негізді жаңа әліпбиде жоқ, және дыбыстарды атадық әріптерді осының жазу баламасымен таныс болыңыздар дейді. Скриншоттап балалар сақтап алсаңыздар да болады. Ю әрпінің орнына Ө әрпімен таңбаланады. Оқимыз. Актер. Актер. Біз Ю деп айтпаймыз балалар. Юның орнына қандай әріп қолданылады екен? Осыны ұмытпаңыз. Енді С әрпінің орнына С әрпі қолданылады. Мысалы ағылшындағы С әрпі бар ма? С әрпі. Осыны С әрпіні қолданады екенбіз. Келесі Ш әрпінің орнына Ш әрпімен ағылшындағы сияқты жазылады екен. С пен H қолданылады. Мысалы оқимыз. H. Борщ және Училище деген қалай жазылып тұр? Училище. Училище, прапорщик, Келесі балалар. Элемент, элеватор. Элеватор. Ю парашют, абсолют, глюкоза, Абсолют глюкоза. Ал қазақ тіліндегі Жаю, сию. И мен У әрпі тіркесі бірігіп жазылады балалар. Ою, жаю, сию. Ал енді жіңішкелік белгісі. Жіңішке буындарда жіңішке жазылады. Қосымшалар түбірдің соңғы буына өтесіп жағылады. Және жіңішке алкогольге Ансамбль. айыру белгісі ескерілмейді. Айыру белгісі Объект дегенде айыру белгісі бар ма? Аддектив. Объектив. Міне осындай орындарында жаңағы мүлде болмайтын дыбыстардың орнына осы әріппен жазылады екен. Осыны скриншоттап сақтап аламыз. Енді балалар көздің сәті көздеріне жаттығу жасаңдар. Көздеріңді қатты жұмыңдар да ашыңдар балалар. Қатты жұмып ашсаңдар көздеріңді қалады. Одан кейін қолдарыңды алдыға қойыңдар. Мені көріп отырсыңдар ма мені? Қолдарыңды алдыға қойыңдар. Жалпы міне қазір қашықтықтан оқуға көздерің шаршайды. Сондықтан арасында жаттығу жұмыстарын жасап отыруымыз керек балалар. Қолдарыңды алдыға қойыңдар да балалар. Алдыға қойдыңдар ма? Мені көріп отырсыңдар ма? Бармақтарың басына қараңдар да бастарыңды қозғалтпаймыз, көзімізді басымызды ары бері жылжытамыз. Оңға қолдарын саусақтарының басына қараңдар. Солға басымызды жылжытпаймыз. Жоғары, төмен, осылай жаттығу жұмыстарын үнемі жүргізіп отырсаңдар, көздерің ауырмайды екен балалар. Келесі. Жалпы міне айтып кетті. Енді
Міне ең негізгі мәселеге келдік. Қазақ тіліне тән дыбыстар. Қандай дыбыстар еді балалар? Осы дыбысты заңдастырылған үстінде түрткен жазып көрсіңдер ма? Осы ақыт дейді екен, ақыт арқылы берілген әріптер дейді екен. Ғы әрпі, ың, әріптері үстіне түрсе не дейді екенбіз? Акут арқылы берілген дыбыстар дейді екенбіз. Бірақ балалар, енді осы акут арқылы берілген дыбыстарға өзгешелік тілейін деп жатыр қайтадан. Сондықтан біз осылай қабылдамауымыз керек. Келесін жүргізіңіз. Келесін. Акут арқылы берілген әріптер. Одан кейін Аңға, қазақ тілінде дыбыстарда акут қойылады екен. Келесі. Оқимыз. Әліпби, Барыш, Атан, өзен, бұйық, үлкен. үлкен. Қатар, Жарайсыңдар, келесі. Жалпы міне әліпбиді кімдер қарастырып жатыр? Әліпбиді жетілдіру жұмыстары дейді, осыған енді ғалымдар бәрі атсалысып отыр. Көбінде орфографиялық жұмыс тобында ғалымдар осы әліпбиді жетілдіру жұмыстарымен айналысып жатыр екен балалар. Орфография дегеніміз не еді? Орфография қазақ тілден өттік, айтамыз. Дұрыс жазылғанбыз. Жазылатын сөздер. Әліпби, өзен, ғарыш. Дұрыс жазылған белгісін біз білуіміз керек. Енді жаңағыдай біз балалар қазақ тіліне тән дыбыстарға үстіне акут қойылады дедік. Міне, жаңартылған түрін көріп отырсыңдар ма? Олайтты көріп отырсыңдар. Осыны сақтаватсыздар. Бірақ міне жаңағы әрпі, әрпідердің үстіне бұл жерде екі нүкте қойылған. Алдында біз не дедік? Акут арқылы беріледі дедік. Бұл умлаут деген белгі екен. Умлаут деген белгі. Осы бетті скриншоттап алыңдар балалар. Бізде енді жаңартылған түрінде аның үстіне қайтеміз, әнің, өнің үстіне қоймаймыз балалар. Нүкте қоямыз. Қос нүкте қоямыз. Умлаут деп айтады. Келесі, ғы әрпінің үстінде және акут қойдық алдында. Енді ғы әрпі қысқа дыбысты білдіретін диакритикалық Брейвис. Оны брейвис дейді екенбіз. Үстіне және сияқты белгі қоямыз. Ал о әрпінің орнына жаңа алдында акут қойғамыз жоғарыда. Енді оның орнына tilda деген белгі қоямыз. Tilda. Диакритикалық белгі о әрпі. Келесі. Жарайды. Бұрын жолды дыбыстарды білдіретін диакритикалық белгіні біз tilda дейді екенбіз балалар. Енді келесі макрон. Созылып дыбыстарды білдіреді. Жаңағы макрон дыбыстарға қойып беріңіз. Мәтінді үйге береміз. Макрон дыбыстарға көбінде ш әрпі. Созылыңқы дыбыстарды білдіретін диакритикалық белгі. Ш. Ың әрпіне жаңағы басындағы акут қойдық, оны tilda дейді екенбіз балалар. Tilda дейді екенбіз. Міне осы бетті скриншоттап, сақтап, біліп алғандарың дұрыс. Енді осыдан былай акут қоймаймыз. Енді қоғамда әртүрлі құбылыстар болып жатыр, мен тездеткен уақыттың тығыздығына байланысты. Кейбір ғалымдар айтады, әліпбиді ағылшынның 26 таңбасымен ғана жасап шығу керек дейді. Ағылшын сияқты жаса деген ұсыныс бар. Кейбіреулер екі дыбыстарды бір таңбамен келе таңбалайық дейді. К мен Қ-ны, О мен Н-ні, О, Ө, Қ-гі деген
жақын дыбыстар бар ғой бір-біріне. Осыны бір-ақ әріппен таңбалайық деген ұсыныс бар екен. Сосын қазақ тіліне тән о дыбыстарды қазіргі нұсқасымен алайық, ешқандай өзгертпей-ақ қояйық. Ал қазір қазақ тілінде 42 әріп бар. Осы 42 әріптің барлығына таңба арнайық деген ұсыныстарымыз бар екен. Сіздердің ұсыныстарыңыз болса, комментарий ретінде жазсаңыздар болады. Міне мәтінді оқыңыз дейді. Осыны сақтап алыңдар да үйде оқыңдар. Біздің Қазақстанның ең жазушысы Әбілхан Қастеев, Дәнеш Рақышев, композитор, ақын, міне біздің Жаркентінің тумасы, біздің Панфилов ауданының осы жайлы мен латын әліпбиінде мәтін беріп отырмын, осыны өздеріңіз оқыңыздар. Енді ойымызды қорытындылайық. Ойымызды қорыта келгенде латын әліпбиіне көшу ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі және жаһандық әлемнің ықпалдасуына әсер етеді. Қазақ халқы бұрыннан келе жатқан әліпбиіміз қайта оралады, халқымызға ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады. Міне латын әліпбиін балалар 25-ші жылға дейін барлықтарын білулерін керек. Грамматикалық жағынан болса да әлі де көп үйренеріміз көп. Қосымша факультеттер болады, қатысыңыздар. Енді өздеріңіз бағалаңыздар. Мен не мағлұмат алдым, кішкене түсінік алдым ба, жоқ түсінбей қалдым ба дегенді астына комментарийға жазып жіберіңіздер. Осымен қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Жалпы латын жайлы ізденулеріңіз көп болсын. Осымен бүгінгі шеберлік сабағымыз аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Sağ olunuz.